Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге мен жайына менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін достар біз осындай өте дәмді созылмалы болып шығатын мясо по-французски дайындайтын боламыз. Барлық құрамдары осы видеоның астында описанияда болады. Видеоның соңына дейін көрместен бұрын ең алдымен менің Instagram парақшама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ол жерде мен неше түрлі лайфхактар және рецептермен бөлісетін боламын. Ең алдымен біз табамызды майлап алатын боламыз. Осындай кестешіктің көмегімен майлаймыз. Одан кейін біз картопымызды ашып осылай ұсақтап турап аламыз. Тым қалың және де тым жұқа болмау керек. Осылай араларын кішкене ашып қоятын боламыз. Үстін тұздаймыз кішкене көз мөлшерінде. Одан кейін үстіне майонез жағатын боламыз. Мен де осындай қапшыққа салдым мен. Ал сіздер кәдімгі қолмен жаға берсеңіздер болады, қасықпенен. Және де осылай кестешіктің көмегімен үстінен майонезді жағып шығатын боламыз біздің картоптарымыздың үстінен. Одан кейін біз фаршымызды алып, тұздап, бұрыштаймыз. Осы картоптың үстіне жақсылап қоятын боламыз, дүзулеп. Фаршымызды қойып болғаннан кейін оның үстіне жуа қоямыз, ұсақтап туралған. Сіздер жуаны осы фаршпен бірге тартып қойсаңыздар болады. Фаршпен бірге араластырып салсаңыздар да ол өздеріңіз қалауларыңызға байланысты. Енді біз осы жуаның үстінен майонез жағамыз тағы да. Оны ешқандай кестешікпен жақпаймыз. Оның үстіне картопты қойып, оның үстіне майонез жағып, осы кезде ғана кестешікпен жағатын боламыз. Одан кейін 180 градуста шамамен менде 1 сағаттай пісті. Біздің картопымыз пісу керек. Сөйтіп жіберетін боламыз. Одан кейін ұсақтап өткізілген сиырымызды алып, піскен соң, біздің осы мясо по-французскиміз піскен соң, осы сиырды үстіне қоятын боламыз. Енді осыны жаңағы біздің мясо по-французскиміздің піскен пешті сөндіріп тастаймыз. Сол қызуына бізді осы сиырымызды салған мясо по-французскимізді қойып қоямыз. Шамамен 5 минутқа ол пештің асты өшіп тұру керек. Сол кезде өзінің қызуымен мына біздің сиырымыз орысша айтқанда расплавить ететін болады. Енді біз қазір осыны пешке салып қоямыз. Мінекей достар, менде осындай өте дәмді созылмалы болып шығатын мясо по-французски дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Кешкі асқа дайындасаңыздар болады. Тек қана 3-ақ минуттарыңыз алады. Өте оңай дайындалады. Егер де бұл видео сіздерге ұнаса, лайк басып, комментария жазып, менің YouTube каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.